Мұрагер Елдос Тоқтарбай. Қобызшы молықпай шал Матайдағы, Матайда кенже Тұңғат Сақайдағы. Қазақта қобызшының қалғаны сол жорға еді, маймаңдаған бақайшаға. Ілияс Жансүгірұлы, күй поэмасынан. Жер жанаты Жетісу өңірінің тамаша бір аймағы Ақсу, Қапал өлкесі. Қапал болысының оңтүстік шығысында Кіндік төбе қонысы бар. Кіндік төбе табиғаты әсем, керемет сұлу жер. Жер шоқтығы асау, Ақсу өзенінің жанынан қоныс тепкен. Көктемнің бел ортасы еді, қайнар елі. Берсүгір әулетіне бақ қонып құттарды. Келіннің балағынан бала саулап, шаңырағы кеңіп, үй іші сәбидің күміс күлкісіне толып, көктемнің жайдарлы күнімен үйдің босағасына қуаныш пен шаттық еніп, ақ қанатты ақ ортаға семрең берді. Құдайдың мейірім ықыласы ерекше төгілген аймаққа, төсекті басы, төскейді малы қосылған Шораттың жерінен бір топ қонақтар келіпті. Араларында Қарагерей Қабанбай батырдың жиені, Байсағұлы Молықбай қобызшы да бар. Бұлар әдеттегі қонақтардан ерекше сыйлы һәм қадірлі жандар еді. Ассалаумағалейкум серлер, қайнар елінің ауылына қош келдіңіздер деп Жансүгір қонақтарды қарсы алып, 12 қанатты ақ ордаға кіргізіп, төрге жайғастырды. Қазақтың дархан көңілінде кең үйдің ішінде ауылдың ақсақалдары мен ақ жаулықты аналары отыр еді. Жуырда келініміз тұңғышына босанып еді, соның құрметіне дастархан жайып, ел жұртқа сауын айтып шілдехана жасап жатқан жайымыз бар деп, Берсүгір шал қуанып, қонақтарды отырған кісілерге таныстыра бастады. Мына жігіт біздің елге бөтен емес, асылдың сынығы, батырдың ұрпағы деп, Молықбай қобызшының арғы аталар жайлы әңгіме өрбітті. Наурыз көк ерте келді ғой, мамыражай мамырдың ортасында дүние есігін ашқан ат, ұстарларымыздың болуы берік болсын, деп қобызшы риясыз лебізін білдіріп, көптің қуанышына ортақтасты. Айналайын Молықбайжан, өзің мына Жансүгірімнің тұстасысың. Бүгін сені біздің үйге Құдайдың өзі айдап келген шығар. Мына баланың есімін өзің қой, жолымды бердім, жарқыным деп шал келінге қарап ишара танытты. Ибалы келін атасының қас қабағынан айтқызбай-ақ сөзін ұғып, ақ бесіктің жабуын ашып, бөбекті серінің қолына ұстатты. Жазғытұрым дүниеге келген әнімнің өмірі жарқын, мәнді де сәнті болсын. Атаның емес адамның баласы бол, өр алашымның бағы бол, қара сөздің хас шебері болғайсың деп сәбидің жазық маңдайынан сүйіп, сенің есімің Қызыр Ильяс болсын. Қызыр Ильяс, Қызыр Ильяс, Қызыр Ильяс деп бөбектің құлағына азан шақырып атын қойды. Көнінің көзіндей болып келе жатқан салт дәстүрдің жолымен баланы көкке көтеріп, әкесінің қолына берді. Қобызшы жиналып отырған жұртқа қобыздың қоңыр үнін естіртіп, бірнеше күйлерді орындады. Тыңдаушы қауым зарлы күйлердің үніне қосылып, боздап-талды. Бұл күйлеріңде қазақтың арғы тарихының қасіреті жатыр екен. Енді мұндай алапат қырғынды қара халық қайта көрмесін деді төрде тұрған үлкен шал. Әумейін, айтқарыңыз келсін ақсақал деді де, қобызшымен бірге келген жігіт халық әндерін орындап, көптің құлазыған көңілін көтергендей болды. Сол күні қобызшы да, бесікте жатқан сәби де таңның кіндігін ұйқысыз кесті. Ертесіне сал серлер жиналып, келесі ауылға жол тартты. Берсүгір қарт қобызшының тағдырына алаңдап, ішінен Құдайға сыйынып, басына амандық тіледі. Уақыт шіркін сынаптай зырғып өте шықты. Бесікте жатқан сәби өсіп, ер жетіп, ат жалынын ұстап, тазы ертіп, қолына бүркіт қондырып, қобызшының ауылына келді. Бұл мезетте қобызшы қартайып шау тарта бастаған еді. Бозбала қобызшының сыйлы қонағы болып, жүздеген күйін тыңдап өнер ғылым, Құнанбай сұлтанның баласы Хәкім Абай туралы әңгімелерін естіді. Молықбай шал өзінің ұстазы, Жиенбай қобызшыдан қалған құлагер домбырасын жас жігітке сыйлап, сауырына құрық тимеген асауды еншіге беріп, иығына төрде ілініп тұрған Байсақтың зерлі шапанын жапты. Күнім, Ильясжан, сенің атыңды қойдым ғой, кейде осы ісіме өкінем. Неге десең, мен қасіретті адаммын. Менің қасіретім емес, дарыным, қасиетім қонсын. Бірақ есіңде болсын, Құдай тағалада өзіне ұнайтын пендесіне ауырлықты, қасіретті үйіп төгіп береді екен. Сенгеннен кейін беретті, ауырлықты, қиындықты жеңе білу, өзіңнің бойыңдағы жаман қылықтарды ауыздықтаумен бірдей, әйтпесе әбілістің торына түсіп, нәпсісін тия алмай жүргендердің қарасы қаншама. Солай, құлыным, солай деп шал күңіренді. Әке, Ақсуда туған ұлымын, от болсам деп, сіз ештеңеге налымаңыз, бұйырған тағдырдың дәмін татамыз. Қарсы соққан дауылға төтеп берер күш қайратымыз бар.
Батаңды бер деген жас жігіттің отты сөзіне Қобызшы шын қуанып, көзінен қайғының емес, қуаныштың лағыл жасы ақты. Ыстық жас жігіттің алақанына тамып жатты, әке бала боп, бірін-бірі риясыз түсініп, ұзақ уақыт құшағына қысып тұрды. Жарқыным, мұхит тағдырдан өтер қайғыңның ескегі берік болсын, бердім ақ батамды. Ғұмырлы бол, тұғырлы бол деп маңдайынан сүйіп, жігітті еліне шығарып салды. Ильяс Ақсудан ұшқан аққулармен жанасып білім іздеп жыраққа кетті. Алматы, Ақмешіт, Орынбор, Ташкент, Мәскеу барды. Аңсары ауып келген қасіретті сөз өнері мамандығына оқуға түсіп, небір ауызымен құс түстеген дүлдүлдердің шығармаларын оқып, көкірек шөлін басып, өзіден нәрлі жырларды жаза бастады. Ақмешіт түнет, Ильяс ұйықтай алмады. Есіне ауыл аймақ түсті. Қобызшы әкесін сағынып жатты. Матайдың қызыл құмына аунағаны, кіндік төбенің қоңыр салқын ауасын жұтқаны, Ақсудың айдынына шомылғаны есіне жиі түсіп жүрген кез еді. Молықбай шалдың жүрегі әлденені ертерек сезген екен. Ақсу Бөрібай көтерілісінен кейінгі ақ пен қызылдың шайқасы, Совет өкіметінің орнауы, ұжымдастыру, байшонжарларды аяусыз әшкерелеген кәмпескенің тәркілеуі бірінен соң бірі болып халыққа ауыр тиді. Аша тұяқтылары қалмаған бұқара үркердей шулап, арқы бетке үдере көшіп жатты. Алмағайып заман басталып, Алатаудың етегін ақ қара емес қара бұлт торлап, елден береке бірлік кетіп, қазақтың ішінен қазаққа жау шығып, ру-руға, жік-жікке бөлініп, Құдай тағаладан берілген асыл мінездері қан жынмен араласып, теріс пиғылдары жүзеге аса бастап, әділ, ақиқатқа іңкәрлік танытар, жаны адалдыққа құштар жандарға жала жауып, нақақтан нақақ халық жау етіп, ит жеккенге айдатып жатқан кез. Туған халқын шетсіз, шексіз сүйген Қобызшының да басына қара тұман төніп, аяғына кісен түсіп түрмеге түсті. Өнер адамын осылай да қорлаған еді-ау. Ильяс елге еліп болған жағдайды естіп, көңілі құлазыды. Әкесіндей болған жанына жақын адамын іздеп, шар құрып асау Ақсу өзеніне барып, әзиз адамын енді қайтып көрмесін сезіп, долдана ағып жатқан өзеннің сарынына қосылып, аңырап кеп жылады. Ақынның зарына көк аспанда қосылып, нөсерлі ақ жауынын шелектеп төкті. Ақында, аспанда көз жасын тыя алмады. Бұл жас шерменде көңілдің өнерге деген асыл азаматқа деген шынайы ақылас құрмет етті. Молықбай қазақтың соңғы қобызшысы. Енді бұндай дәулескер Қобызшының мына опасыз дүниеге келу келмеуі екіталай. Қобызшының атын естен шығармауымыз үшін оның әрбір тартқан күйлерін халыққа, болашақ ұрпаққа жеткізу, сақтау менің арыма, ұятыма байланысты. Мен Қобызшының мұрагерімін деп азамат ақын өксіп-өксіп булығып жылады. Ильяс Алматыға келіп әуездің немересі Мұхтармен танысады. Ол кезде екеуі де халыққа танылып үлгерген қаламгерлер еді. Бұлар қан туыс емес, шығармашыл жан туыс болды. Екеуі ара әңгімелері ұзаққа созылды. Мұқа, біздің елде Молықбай деген Қобызшы болған еді деген Ильястың сөзін соңына дейін тыңдамастан зерек жігіт. Я естуім бар. Өзін көрмесем де күйлерін естігем. Кезінде Абай еліне келген екен, шәкәрім әріптермен аралас құралас болыпты. Абайды үлгі тұтқанын естідік деді. Сол дегдар адам менің есімді қойған еді. Шебер күйші. Амал нешік қазір тар қапасқа қамалып жатыр. Туған елі сатты. Бұрын соңды бұндай қиянатты көрмедім. О тоба, кем дүние деп ақынның жетім көңілі қайтадан құласыды. Елеке, Қобызшының көз көрген тұстастары, замандастары, көнегөз қариялары барда елге барып, ол кісінің күйлерін, әңгімелерін хатқа түсіріп қалайықта деп жазушы бауыры ақынның аманат, үмітінің шоғын үрлеп, ниеті мен ақыласын арттырды. Бәрекелді, менің де арманым осы еді, рахмет бауырым. Ендеше ағасы уақыт өткізбей елге барайық, жолға қамданайық. Өкіл әкемнің ескіше сауаты болмаса жартып оқымағанда ғой. Күйлерін естіп ауыл арасында, ел ішінде орындап жүрген жігіттер де бар көрінеді, соларды табайық. Осы күннің кіндігін ақын жаңа жырмен кесті. Ол күй поэмасы еді. Ақын Қобызшының құрметіне өлеңмен, кестелі жырмен өлместе өшпес ескерткіш соқты. 1927 жылы қос қаламгер Ақсу еліне келді. Амантекше жайлауында болып, Қобызшының күйлерін орындап жүрген ел арасындағы жігіттермен кезігетті. Әйгілі ақын Қуат Терібайдың шаңырағына қонақ болды. Дастарханнан дәм татты. Қобызшының барлық орындаған өзі шығарған күйлерін хатқа түсірді. Қобызшы туралы оның ата тегі жайлы аз кем түсініктеме жазды. О ағайын, мына жігіт қазақтың бағына біткен асыл ер, есімі Мұхтар, Абай елінің тумасы, Абайдың туысқаны. Талабы мен дарынына жазғанына қарасаң жаның сүйсінеді.
қазақтың болашақ осы балаларыңыз деп ақын өкшелес бауырын жерлестеріне таныстырды. Үй иесі Қуат ақында алыстан ат терлетіп келген қонағының құрметіне өзінің арнауын арнап, жетісудың нас қоңыр мақаммен ән айтты. Ильястың осы сапары қазақ руханиятына, музыка өнеріне қосылған үлкен үлес болды. Азамат ақын алдаспан қобызшының алдындағы әрі өкіл әкесінің алдындағы өзінің перзенттік парызын осылай өтеген еді. Түрменің азабын әбден тартқан, тағдыры ит сүйреткен терідей жырымдалған қобызшы Абақтыда бірге жатқан жігіттерге: біздің дәурен осымен біткендей, жақсылы жаманды өмір сүрдік, менің 50 жыл сенімді серігім болған қобызымды алдырыңдар, түсіме жиі кіріп жүр. Енді Ильясымды көруім, көрмеуім екіталай. Қайнардың еліне айт, Ильясты күтсін. Ильяс біздің ғасырдың ұлы ақыны, мен оған сенем. Тәңіріме тапсырдым деп өмірлік талқаны таусылып, ажал тақалғанда ішіне бүккен шерменде ойын айтып, ағынан ақтарылды. 1927 жылы Ильяс бірінші әйелі Аманшадан айырылғаннан кейін қазадан қан жұтып, Қызылорда қаласында қызметтес досы болған Сәдуақас Оспановтың немере қарындасы Бәтимамен бас қосады. 1929 жылы Дауылпаз ақынның қобызшының құрметіне арналған күй поэмасы жаңа мәдениет журналына жарияланады. Сөйтіп қобызшының есімімен, тауқыметті тағдырымен, оның тартқан күйлермен халық таныс болады. Молықбай шал 1930 жылдың көкөк айының 30-ында туған жері Шуратына жетпей, Тарғабаста құрт ауруынан жан тапсырады. Қызыр Ильяс деп құлағына азан шақырып, 3 мәрте атын әсем дауысымен әндетіп қойған кіндік әкесінің өлгенін естіген Азамат ақын: сізді жүрегіме жерледім деп аңырап қоя берді. Қайырлы қаза болсын, бекем бол деп Бәтима күйеуінің қайғысына ортақтасып көңіл айтты. Өнер адамы өнер адамын шын түсінеді екен ау, о дариғай деп ақынның жары әлденелерді күмбірлеп айтып отырды. Жетісудың жорғасы, заманның өнерпазы, бармағынан бал тамған қобызшы, күйші, ақын, бақсы балгер, Молықбай Байсағұлының есімі ақ көбік, боз інген, көк көбік, дүлдүл ер әлі, жылаған ноғай қазақ, жез киік, сауырық, қазан күйлермен қатар айтылып, халық есінде мәңгілік қалды. Ильяс мұрагер еді. Қорқыт қобызды ащы тағдырлы қобызшының аманатына қиянат жасамай елге жеткізген асыл ер өзінің қанаты қайырылып, құлагерінің тұяғы майырылып, мезгілінен ерте соларын білді мекен. О дүние, жұмақ, пайғамбардың ақ туының астында әкелі балалы екеуі қайта қауышып, жер бетіндегі опасыз дүниенің қызығын алданып, шырмауына түскендерге қарап, құмырсқа тірліктегі пенделерді аяп тұрды.